Я хочу обратиться к нашим жителям. Мен қала тұрғындарының, көрермендеріміздің, тыңдаушыларымыздың назарларын инфекциялық аурулардың профилактикасына аударғым келеді. Жалпы бұл ақпарат YouTube арнамызда да көрсетіліп жүр. Әсіресе өткір ішек инфекцияларына, энтеровирустық инфекцияларға, тағамдық улануға қатыстылары. Енді осы аталған инфекциялардың таралу қаупі жоғарылайтын эпидемиологиялық кезең келді. Бұл әрине еңбек демалысы уақытында, демалысқа шыққанда, суға түскенде өзімізді және отбасымызды қауіпсіздендіруге мүмкіндік беретін алдын алу шаралары. Энтеровирустық инфекцияларға тоқталатын болсам, энтеровирустар ол вирустың түрі. Оны тұрмыстық жағдайда жұқтырып алуға болады. Жуылмаған жемістер арқылы бактериялар тарайды, өйткені олар қоғамдық жерлерде тұрады. Энтеровирустық инфекциялар көбінесе балаларға қатысты. Ол сумен байланысты инфекцияның түрі. Балалар суға түсіп, энтеровирустық инфекцияларды балалар жұқтырған оқиғалар орын алған. Суға түскенде балаларға да, ересектерге де су жұтуға болмайды. Ол энтеровирустық инфекциялар мен гепатит А ауруының профилактикасы. Суға түсуге болатын су қоймаларына ғана түсу керек. Табиғатқа шыққанда тазалығы сапасыз, белгісіз су көзінен ағып тұрған немесе бір жылғадан ағып жатқан суды іше беруге болмайды. Өйткені ол судың басы қайдан ағып жатқанын білмейсіз. Мүмкін оның бас жағы бір фермерлік шаруашылықтан, ауладағы дәретханадан ағып жатқан шығар. Сондықтан кепілдендірілмеген сападағы суды ішуге болмайды. Жазда бұл тәуекел артады. Үйден алған суды немесе бөтелкедегі суды алып алған дұрыс. Оның сапасы сенімді. Ал белгісіз суды ішуге мәжбүр болсаңыз, оны жақсылап қайнатып барып ішкен жөн. Аз дегенде 5 минут қайнатып ішу керек. Ол гепатит А вирусының профилактикасы. Энтеровирустық инфекцияларға, тағамдық улануға, ішек инфекцияларына қатысты профилактикалық шараларға келетін болсақ, ол жеміс-жидектердің тазартылып жуылғаны. Балаларға жуылған жеміс-жидектерді беру керек. Қазір бақшаның түрлі өнімдерін әкеле бастайды. Оны сатып алмай қоймаймыз. Сол үшін оларды тазалап жуып жеген дұрыс. Ала салып сүртіп жегізіп жатады. Ол дұрыс емес. Үйге әкеліп жуып жеу керек. Белгісіз азық түліктерді, мысалы, машинамен ет сатып жатады. Оны да байқап сатып алу керек. Ол еттің қайдан әкелінгені, қандай екені белгісіз. Ол еттен өткір ішек аурулары ғана емес, бруцеллез, сібір жарасы сияқты ауруларды да жұқтырып алуға әбден болады. Сол себепті осындай бағасы сауда нүктелерінен төмен әрі күдікті өнімдерді алудың қажеті шамалы. Одан тыс, үйдегі азық түліктердің сақталу мерзіміне назар аударған дұрыс. Тез бұзылатын азық түліктер тоңазытқышта сақталады. Және де әр тағамды пісіргенде оның құрамындағы азық түліктерді турайтын тақтайшалар мен пышақтар жеке қолданылу керек. Тауықтың шекетін тураған пышақпен, салатқа қажет қызанақпен қиярды турамау керек. Мүмкін еттен сальмонелла салатқа түсіп кетеді, оны ескерген жөн. Осыған да көңіл бөлген дұрыс. Және дүкеннен алынған азық түліктердің сақталу мерзіміне де назар аударған жөн. Энтеровирустық инфекциялар ауа тамшы жолымен жұғады. Сол себепті біз түшкіру, жөтелу кезінде инфекцияны жұқтырып алуымыз мүмкін. Егер ауырып жүрсеңіз, үйде жатып емделіңіз. Әлеуметтік жауапкершілікті ұмытпаңыз. Масканы қоғамдық орындарда тағып алыңыз. Басқаларға ауруды жұқтырмаудың жолын ойлаңыз. Сонымен қатар шыбындар, кеміргіштер де инфекция таратушылар екенін де ұмытпаңыз. Олардан сақтанудың да профилактикалық шаралары бар. Ол да үй жағдайындағы тазалыққа, гигиенаға жатады. Ең бастысы, энтеровирустық инфекциялар кезінде дене қызуы 39 градусқа дейін көтеріледі, адам өзін әлсіз сезінеді, жүрегі айнып, іші, жүрегі шаншиды, құсады, жарықтан қорқады. Менингиалды бағыттағы аурудың белгілері пайда болады. Осы белгілерге немқұрайлы қарамаңыздар. Одан басқа ауыз қуысында, аяқта, қолда бөртпелер пайда болады да, 1-2 күнде кетіп қалуы мүмкін. Бұл энтеровирустық инфекциялардың белгілері. Өткен жылы балалардың арасында осындай ауырғандар болды. Нақты диагнозды дәрігер қояды. Тек аурудың асқынуына жол бермей, уақытында медициналық жәрдемге жүгіну керек.